Сәлематсыздар ма балалар? Мен Ивакина Нұрланна. Бүгін сіздерге әдебиеттік оқу пәнінен сабақ беремін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ата-баба тәрбиесі, ұшқан ұя, Бауыржан Момышұлы. Сабағымыздың оқу мақсаты кейіпкерлердің іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып, салыстырып бағалау. Түрлі дерек көздерден қажетті ақпаратты табу, өңдеу және тұжырым жасау және себеп-салдарлық байланысын сызба түрінде көрсету. Сенің білетінің шығарманың мазмұны. Сіздің меңгеретініңіз өз ойын, сезімін, көзқарасын өмірде болған өзге шығармалардағы ұқсас оқиғалармен салыстыра отырып білдіру. Шығарманы іштей көз жүгіртіп шолып, түртіп алып, сұрақтар қоя отырып қажетті ақпаратты тауып, талдау жасау оқу, сын тұрғысынан бағалап оқу. Балалар, мәтіннің автормен таныс болайық. Сәлеметсіздер ме балалар, мен Бауыржан Момышұлы жазушы, әскери қолбасшымын. Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көлбастау ауылында дүниеге келдім. Халық қаһарманы атақтағын алдым. Балалар, автор туралы не білдік? Қазір бірнеше сұрақ қоямын, соған жауап берейік. Бауыржан Момышұлы қай жылы туған екен? Дұрыс айтасыздар, 1910 жылы екен. Бауыржан Момышұлы қандай атақтарды алды? Дұрыс айтасыздар балалар. Кеңес одағының батыры және халық қаһарманы атақтарын алған екен. Бауыржан Момышұлы қай ауылда туды балалар? Дұрыс айтасыздар балалар, Көлбетай ауылында дүниеге келген екен. Ал қазір балалар мәтіні бірге түсініп, тамашалап алайық. Ұшқан ұя. Димаш 1911 жылы 92 жасында дүние салған. Орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы сол шымыр шалдың 4-ші перзенті менің әкем Момыналы екен. Оны жұрт Момыш деп кеткен. Әжемнің аты қыз тумас еді. Қартайғанда сары кемпір атанған. Жарықтық, аса ажарлы, ақ дидарлы кісі екен. Әжем өзінің ұлдарына өңшең аққұба аруларды айттыруға ынтық болған. Баласына қанша қатал болса да, әжем менің әкемді жақсы көріп, мақтан тұтып, бұл қара баланың түрі маған тартпаса да, ақылдылығы тартты. Соған да Құдайға шүкір деп отырар еді. Әкем айтыс қуып, әндетіп, жүре-жүре 33 жасында Әбдірахманның Рәзия атты қызына үйленіпті. Ол менің шешем еді. Ол кісі мен 3 жасқа толар-толмаста қайтыс болған. Анамның қандай кісі болғанын тек әжем мен әкемнің әңгімелерінен ғана білемін. Рәзияның тұңғышы Үбіш, онан кейінгілері Үбиян, Сәлима, Әлима. Кілең қыз бала болады. Момыш әкемнің айтуынша, мен 1910 жылдың қысында ескіше желтоқсанның 24-інде туыппын. Әкем ол күні Әулиеата шаһарында екен. Мен туған соң Имаш бабам жан-жаққа кісі шаптырып, әкеме де хабаршы жіберіпті. Әулиеатадан әкем қайтып келгенде, ағайын жекжат құтты болсын айтуға жиналып қалған екен. О, Момыш, балаңның бауы берік болсын, Ақментей бабасындай батыр болсын десіпті. Сөйтіп шілдеқана тойға ұласыпты. Той соңында Имаш атам алақан жайып ел қарияларынан бата сұраған екен. Төл немерең, бел немерең ғой, бата жөні де өзіңдікі десіпті ақсақалдар. Сонда Имаш бабам былай деген екен. Алатаудың қыраны мол еді, қырағы болсын құлыным. Қойнауы суға мол еді, бұлағы болсын құлыным. Ата тілегі 10 еді, құмары болсын құлыным. Бұл жері батырлар төрі еді, сыңары болсын құлыным. Жарық дүниеге келгеніме 2-3 ай болғанда шешем мені күн көзіне шығарып, Имаш атамның алдына әкеліпті. Атам ерте көктем алдында ағаш отырғызып жүр екен. Атасының қолын ұзартып, қолғабыс беруге келді, депті шешем ізетпен иіліп. Атам еміреніп мені алақанына алыпты. Қолыма жас бұтақ ұстатып, құрық деп берсем құл болма, шыбық деп берсем шіл болма. Бәрінен де шырағым баяны жоқ ұл болма,
деп келініне мені қайтарып берген екен. Бауыржан Момышұлы. Айттыру, құда түсіп қыз алып беру. Бата жөні өзіңдікі, батаны өзің бергенің жөн. Шіл болма, бұл жерде кішкентай дәрменсіз құс сияқты болма деген мағынада. Ал балалар, тыңдаған мәтін бойынша тапсырмаларды орындап көрейік. Суреттер сөйлейді. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Имаш баба туралы жазылған жолдарын мәнерлеп оқып бер. Кәні балалар, кім оқып береді екен? Дұрыс айтасыздар. Менің бабам Имаш 1911 жылы 92 жасында дүние салған. Орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы, сол шымыр шалдың 4-ші перзенті менің әкем Момыналы екен. Оны жұрт Момыш деп кеткен. Балалар, кәні екінші тапсырмаға назар аударайық. Мәтіннен әжесін сипаттайтын үзіндіні тауып оқы. Кім балалар тауып оқып береді екен? Тамаша, жарайсыздар. Әжемнің аты Қызтумас еді. Қартайғанда сары кемпір атанған, жарықтық аса ажарлы, ақ дидарлы кісі екен. Ондай ару ол кезде ел арасында некен саяқ. Ол біткеннің бәрі қазанның түп түйесіндей әкесіне тартып қара болды. Қыз жағы өзіме тартып аққұбаша ажарлы шықты деп отыратын еді жарықтық. Әжемнің өзінің ұлдарына өншен аққұбаша аруларды айтыруға ынтық болды. Тамаша балалар, ал үшінші тапсырмаға назар аударайық. Осы мәтіннен әкесі туралы не білдіңіздер? Кім айтады екен кәні балалар? Дұрыс айтасыздар балалар. Әкесі айтыс қуып әндетіп жүре-жүре 33 жасында Байтана руынан Әбдірахманның Рәзия атты қызына үйленіпті. Жақсы балалар, тамаша, жарайсыздар. Келесі 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Мәтіннен Имаш бабаның берген батасын тауып, мәнерлеп оқиық. Кәні балалар, барлығымыз дауыстап бірге оқып көрейік. Алатаудың қыраны мол еді, қырағы болсын құлыным, қойнауы суға мол еді, бұлағы болсын құлыным. Ата тілегі 10 еді, құмары болсын құлыным, бұл жер батырлар төрі еді, сынары болсын құлыным. Тамаша, жарайсыздар. Келесі балалар, енді тыңдаған мәтін бойынша, орындаған тапсырмаларымызды бойынша қазір мәтінді бөлімдерге бөлуіміз керек. Сол бөлімдерге ат қойымыз керек. Дәптерімізді ашамыз, жоспарды жазамыз. Дұрыс балалар, тамаша. Кім оқиды? Кімнің жауабы дайын? Дұрыс балалар, айтасыздар. Бірінші ата-баба туралы айтылған бірінші бөлімде, екінші бөлімде батырдың батырлығы, балалық шағы туралы айтылған, үшінші атаның батасы берілген. Енді балалар, дәптерлерімізді ашып, бүгінгі сөздікте берілген сөздерді жазып алайық. Бұл жерде бірінші сөз айттыру сөзі. Құда түсіп қыз алып беру деген мағынаны білдіріп тұр бұл жерде. Екінші сөз бата жөні өзіндікі. Батаның өзін бергенін жөн деген мағынаны білдіреді. Үшінші, шіл болма. Бұл жерде кішкентай дәрменсіз құс сияқты болма деген мағынаны білдіріп тұр. Жазып алдық па балалар? Сөздіктегі дәптерді жазып аламыз. Жақсы балалар, енді дәптерімізге бата түрлері осы сызба бойынша жазып берсеңіздер. Сіздерге төмендегі сызба берілген міне балалар. Әр бос ұяшыққа батаның түрлерін қысқаша жазып кетсеңіздер. Жақсы, кім оқиым дейді? Жарайсыздар. Ал бата, жол батасы, ас батасы, той батасы, жастарға бата, жеңіс батасы болады екен. Жол батасы сапарға шығарда айтылатын бата. Ас батасы ас ішерде берілетін бата. Той батасы мерекеде, қуаныштарда берілетін бата. Жастарға бата, ол жастарға тілек айту. Жеңіс батасы жарыс, сайыс алдында айтылатын батаның бір түрі. Тамаша балалар, ал қазір бүгінгі сабақта өткенімізді қорытындылау мақсатында өзіңді тексеріп көр. Дәптерімізге жауабын жазып отырасыздар. Бірінші сұрақ бізде Бауыржанның әжесінің аты кім?
Рәзия, Сәлима, қыз тумас. Өз жауаптарыңызды дәптерге жазып қойыңыздар. Тамаша, өзімізді тексеріп алайық. Дұрыс айтасыздар. Бұл жерде қыз тумас жауабы. Екінші сұрағымыз, Бауыржан Момышұлының туған жылы қай жылы? 1913 жылы, 1911 жылы, 1912 жылы. Қай жылды таңдаңыздар, дәптеріңізге жазып қойыңыздар. Жақсы, өзімізді тексеріп көрейік. 1910 жылы. Келесі, үшінші сұрақ. Бұл қара баланың түрі маған тартпаса да, ақылдылығы тартты, соған да Құдайға шүкір деп отырған кім? Имаш, қыз тумас, Рәзия. Тамаша, өз жауаптарыңызды тексеріңіздер. Бұл жерде қыз тумас. Келесі сұрағымыз, той соңында кім бата берді? Сұрақтардың жауаптары Момыш, Имаш, Ахментей. Жауаптарыңызды белгілеп алыңыздар. Енді өзімізді тексеріп көрейік. Дұрыс айтасыздар балалар, бұл жерде Имаш жауабы. Келесі сұрағымыз, Бауыржан неше жаста болғанда анасы қайтыс болды? 5 жаста, 3 жаста, 15 жаста. Өз жауаптарыңызды белгілеп алыңыздар. Болдық па балалар? Жақсы, тексеріп көрейік. 3 жаста. Тамаша. Келесі сұрағымыз, мәтіннің авторы кім? Өз жауаптарыңызды таңдай қойыңыздар. Жақсы болсаңыздар, өзімізді тексеріп алайық. Дұрыс айтасыздар балалар, Бауыржан Момышұлы. Жақсы балалар, күнделіктеріңізді ашып, бүгінгі үй тапсырмасын жазып алыңыздар. 55-57 беттерді оқып келесіздер, және де бата жаттап келу. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.